Құрметті қалайық, өздеріңіз білесіздер, Қазақстанға тіл тигізген ресейлік тарихшы Андрей Грозинға елімізге кіруге тыйым салынды. Соның естіген болу керек, біздің бір азамат Улус медиа сайтының әйгілі сайт журналисті Сымбат Сатыбалдинаға мынандай бір дерек жіберіпті. Ол кісінің айтуы бойынша Қазақстанның 70 тарихшысына Ресейге кіруге тыйым салынған екен. Осы алдағы 20 жылдың ішінде ың-шыңсыз тып-тыныш жария етілмей сондай тыйым салынған екен. Ол кісінің несі өзі сол жаңағы осы хабарды жеткізіп отырған адам Ресейге барып соның құрбаны болыпты. Ол кісі айтады дейді, мен Ресейге бардым дейді, сол кезде мен ФСБ-ның кісілері тұтқындады да, сосын кейін өз ақшама елден шығарып жіберді дейді, Қазақстанға қайтарып жіберді дейді. Сонда мен сұрадым дейді, олар мені не себепті ұстап жатсыңдар десем дейді, сіз өзіңіз білесіз ғой деп айтты дейді. Енді қараңыздар, тек ол кісі емес, бұдан басқа 70 адамға, яғни 70 жуық тарих ғылымының маманына, Қазақстанның қазақтарға Ресейге кіруге тыйым салынған екен. Көрдіңіздер ме? Бұл жалпы шын дерек, мен бұны растаймын, өйткені бір оқу орнының үлкен профессоры, біз екеуміз әңгімелескен кезде чатта, жеке чатта, сол кісі айтқан Қазақстанның несі тарих факультеттерінің барлығы Ресейдің қауіпсіздік қызметінің бақылауында деген. Сонымен қатар мына Рашид ад-Дин Хамаданидің тарих ад-Джами кітабы аударылды ғой. Сол кезде 2018 жылы бұл кітапты сыйлаған кезде сол кітаптың ішіндегі біраз нәрсені аударуға қатысқан азамат маған айтқан, бұл кітап бізді аударып атқан кезде біз ең бірінші Ресей тараптан қорықтық дейді. Енді қарап отырсаңыздар, ол кісі тікелей айтқан жоқ, бірақ олардың да іс-әрекеті Ресейдің бақылауында, олар жасырып аударған. Осыдан жария кетті. Бұдан басқа тарих саласы қатты бақылауда болған надан білуге болады. 2019 жылға дейін қазақтарға Алтын Орда тарихын зерттеуге тыйым салынған. Ол аяқ астынан болып кеткен нәрсе болды. Қазан татарлары оны зерттеп, өздерінікі қылып иемденбекші болған кезде біздің екі тарихшы сол конференцияға қатысып, олардың тұжырымдары қате екендігін, Алтын Орда қожайындары қазақтар екенін сол жерде жария етіліп, сосын кейін сол информация Тоқаевқа жетіп, сосын кейін Тоқаев оны жариялап отыр. Хорошо, что Тоқаевтың жанында жаңағы Алтын Орда тарих үшін айтқан кезде бәрін істеуге даяр азаматтар бола қалды да, сол Тоқаев қайтты да, Тоқаев оны жария етіп жіберді. Қазақстан Алтын Орданың бірден-бір мұрагері деп. Көрдіңіздер ме? Енді қайтын әңгімемізге келейік, жаңағы 70 тарихшыға. 70 тарихшы ол қандай салалардың тарихшылары? Олар, оказывается, көбінде репрессия кезіндегі тарихты зерттеуге ғана мұрағаттарға баратын, аштық кездегі, ұлы отан соғысы кезіндегі мұрағаттарды қопарып жүрген тарихшылар ол көбі. Сол шындықтың бәрін біліп қоймасын деп, қазақтардың барлығын және қазақ тарихшыларын Ресейге кіруге тыйым салынған. Бұл жария шығып жатқан нәрсе. Ана кісі өзінің аты жөнін айтқан жоқ. Атын жөнін айтса өзіне қауіпті болатын болу керек, сосын айтпады. Ал енді гәп онда емес, ең гәп мында. Ол кісі Ресейге мұрағатты қопаруға барды ғой. Ал сонда осы жақтан оған сол Ресейге осындай ғалым бара жатыр деп хабарлаған кім? Гәп сонда. Сатқындар қай жерде отыр? Кім оны звондап отыр? Ресейге сіздерге осындай біздің бір тарихшы кетті, сендердің мұрағаттарын қопаруға тыйым салынған тарихшы, Ресейге кіруге тыйым салынған тарихшы Қазақстаннан кетті, шығарып жіберіңдер деп оған кім хабарлады? Вот гәп сонда. Сол секілді мына Жақсылық Сәбитов қайда, енді ол кісі екеуміздің пікіріміз қарама-қайшы, тарих бойынша ол кісі Шыңғыс ханды моңғол деп болмайды. Бірақ сол кісілерде Монғолияға барған ғой. ДНК зерттеп, енді Шыңғыс ханды тағы бір мәрте моңғол екенін дәлелдеуге. Алайда ол жаққа біреу хабарлапты, сендер Шыңғыс хандарын ұрлайын деп екі қазақ тарихшысы кетті, ұстаңдар деген ғой. Сосын оларды ана жақта тұтқындап тастапты. Жақсылық Сәбитов. А вот сол стукач кім? Көрдіңіз бе? Жау іште. Жау қазақтың тарих факультеттерінің ішінде. Көрдіңіз бе? Ол кімдер? Вот гәп сонда. Оны айтуға болады, жорамал тап түсті. Бірақ ол жорамалың факты болмайды. Бірақ соны сіздер біліп жүріңіздер. Қазақтың жауы қазақ деген ол шын нәрсе. Түсініңіздер. Ал жаңағы Ресейдің біздің тарихшылардан және қорқып отырғандығы, ол айтқан кезде қуанатын нәрсе. Өйткені бізде олар қорқатын шындық бар деген сөз. Қазақта Ресей қорқатын шындық бар деген сөз. Вот соны оқыңыздар. Сонымен қатар бұл видеоны айтпақтай жан-жаққа аямай тұрып бөліңіздер. Тарих не үшін қажет дейтін тупой адамдарға арналады видео көбінесе. Көрдіңіздер ме? Тарих деген не екен, қандай деңгейге дейінгі
былай айтқан кезде мәселе екенін түсіндіңіздер ме? Тарих ойыншық емес. Тарих деген ол мемлекеттің тұғыры. Кез келген мемлекеттің тарихпен мемлекет жасауға болады. Қанша мемлекеттің барлығы дүние жүзінде барлығы ана Монғолияға дейін болсын, ол да тарихпен жасалған тарих, өтірік тарихпен жасалған мемлекет. Ана басқа да бір мемлекеттер атын айтуға болмайды, атын айтсаң бәле қаласың, тек тоқтың да заңыңды. Сондықтан да біліп жүріңіздер, тарих деген ойыншық нәрсе емес. Ресей деген страдать етіп жатыр. Рахмет.